Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Бұл пирог миксерсіз жасалады және де құрамындағы заттар барлық үйден табылады. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер болады. Бізге керекті ингредиенттердің барлығының мөлшерін описаниеге жазып кететін боламын. Осы видеоның астынан көре аласыздар. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Менде жұмыртқаның өлшемі С1 және де бөлме температурасындағы жұмыртқаны пайдаландым. Оның үстіне қасықтың ұшымен тұз қосамыз және де қант қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне сүт қоямыз. Мен шамамен 2-3 минуттай араластырдым. Және сұйық майды қосамыз. Електен өткізіліп алған ұнға 2 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Біздің қамырымыз сұйықтау болу керек. Мен соңында 1 ас қасықтай ұн қалдырамын. Себебі 2-ге бөлгенде 1 бөлігіне какао қосамыз, 1 бөлігіне жаңағы артылып қалған 1 ас қасық ұнды қосамыз. Енді қамырды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігіне 1 ас қасық артылып қалған біздің ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Бірінші қамыр дайын. Енді біз осы екінші бөлігіне 1 ас қасық какао қосамыз. Какаоны міндетті түрде електен өткізіңіздер. Мен Малайзия фирмасының какаосын пайдаландым.
Міне бізде екі қамырда дайын. Енді бұларды формаға кезек-кезек 2 ас қасықтан салып отырамыз. Мен форманы сұйық маймен майлап алдым. Пергамент болса, пергамент төсесеңіздер де болады. Барлығын құйып болғаннан кейін осылай сызып шығамыз. Сызып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Мен 60 минуттай пісіріп алдым. Міне осындай болып сарғайған кезде ала беруге болады. Пирог піскеннен кейін шамалы суыттым. Міне сіздерге қазір арасы қандай болғанын көрсетейін. Өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айжанар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.